Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар, жақсысыздар ма? Достар, білесіздер, бізде алтын бойынша еркеш голд канал ашылды. Бұл каналды көріп тұрғандарыңыздар, бізде барлығы абсолютно тегін беріліп жатыр. Достар, сіздер жаңағыдай сіздер сұрақ болуы мүмкін, бұл канал не үшін ашылып отыр, мақсат курс сату ма, либо сигнал канал сату ма деген сияқты. Жоқ, достар, мен біреудің сигналының ақшасына, либо оқуының ақшасына қарап отырған адам емеспін. Мен өзім ойлап тапқан стратегияны Қазақстанда жүрген, минуста жүрген трейдерлар, әркімге 2-3 миллион, 10 миллионға үшін алданып курс оқып болған кісілер, сливта жүрген кісілер үшін мен бұл каналды ашып отырмын. И менің алдағы уақытта мақсатым да сол, сіздерге айтатыным, осы каналды максималды түрде таратайық. Яғни бүкіл адам ақша тапсын мақсатында мен айтып отырған себебім осы. Достар, жалпы бірінші стратегияны бастамастан бұрын стратегия қалай жұмыс жасайды, оның результаттары қалай, бірінші сол туралы түсіндіріп кетейін. Бізде мынау жаңағыдай осы аптада болған менің өзім результаттарым, міне көріп тұрғандарыңыздай голд. Достар, бізде мына жерде полный көрініп тұр. Бізде мынау $5.000 болған депозит, 15 доллар чистая прибыль, міне баланс аланд USD, реальный счет. Бізде келесі сурет, мысалға міне біздің кірген позициялар полный $5.000-дан 15.000. И капитал, как положено, счет. И бізде міне кірген позициялар, шорт позицияларымыз кешегі, мысалға 4852-ден бастап 4725 шорт позиция ұстадық. Міне бізде позициялар осылай бір сделкамен міне $10.000, $1000-дан $7700. Былай шыққан кезде бітті, $1000-дан 7000. Былай шыққан кезде көріп тұрғаныңыздай достар, бұл жерде стратегия өте керемет жұмыс жасайды. $1000-дан $7000, $5000-дан $15000, $5000-дан $10000 деген сияқты. Кеше $3000-дан $18000. И бізде жасалған клиенттер де бар, тұрақты жасайтын, дәл осы стратегия арқылы. Енді стратегияға көз жүгіртетін болсақ, ендеше бастайық. Біз полный бәрін өшірейік. Достар, бізде стратегия қалай жұмыс жасайды? Вот бірінші сұрақ. Достар, ешқашан торговать ететін кезде сделкаға бір мысалға сигналмен болсын, басқамен болсын, әйтеуір кіріп кете салуға болмайды. Енді бүгін бірінші сабақ, мен не үшін сделканы бөліп ашамын, оның құпиясы неде, жаңағыдай көп нәрселер сіздерге айтатын боламын. Достар, қараңыздар, мысалға мен каналда сигнал беремін, сигналға сіздер қалай кіресіздер, қалай шығасыздар, мен бірінші сол туралы түсіндірейін, кейін уже стратегияларды шетінен салып түсіре беретін боламын. Қараңыздар, мен мысалға сіздерге айтамын, 4000 мысалға 4680, либо 4690, мысалға былай түсіндірейін. Мен айтамын сіздерге 4600, мысалға 4740, 4700, мысалға 80 дейік. Мен сіздерге бай зона деп сигнал беремін, иә, бай зона. Яғни сол аймақта бай ашамыз, и біздің стоп лоссымыз мысалға, например, 4720 дейік. 21, без разницы, қай зона болса да. Ал біздің take profitіміз, білесіздер, ол $1000, 2000, я 1000-2000 пипсқа шейін жұмыс жасаймыз. $100-200 қозғалыс бізде take. Мысалы, take-іміз бар бізде 4960 дейік. Енді біз мысалы 1 минуттық таймфреймге ауыстыратын болсақ, бізде сделкаға қалай кіреміз? Достар, қараңыздар, бізде мысалға $100, либо $1000, либо $10.000 депозит бар. Мысалға бір $1000 депозит алайық. Енді біздің фокус неде? Біз сделканы бөліп ашамыз. Ол қалай? Мысалға, көп адамның қателігі қандай? Мен соны түсіндіріп кетейін, сабақты мықты қылып түсініңіздер. Өйткені алдағы уақытта мен стратегияны өткен кезде ол стратегия өте қатты байланысты. Сіздердің минустарыңыз аз, плюстарыңыз көп болудың жолдарын көрсететін боламын. Қараңыздар, бізде мынау аралық бай зона. Яғни 80-40 мысалы бай зона көріп тұрсыздар. Енді біз позицияны қалай ашамыз? Сделка өзі қалай ашылады? Көп адам қалай жұмыс жасайды? Мысалы 4080 бай десе, олар тұрады да, мысалға $1000 олардың баланстары болса, $1000 олардың баланстары болатын болса, олар не істейді? Олар тұрады да, бір немесе мысалы 0.10, 0.20 лотты аша салады. Яғни 0.10, 0.20 лотпен сделкаға кіріп кете салады. Яғни бір либо стопы жоқ, либо тейкі жоқ деген сияқты. 0.20 кіріп кете салады. Ал егер баға бізде құлап кеткен жағдайда, ол не істейді? Мысалы 4780-нен 4700, мысалы 40-қа шейін құлайтын болса, ойлаңыздар, арада $40 қозғалыс, яғни $1 қозғалыс $20 минус беретін болса, енді ойлаңыздар, 40-ты 20-ға көбейтетін болсаңыздар, ол бізде шамамен болатын минус
так 40 көбейтілген 20 ол бізде 800 доллар есеп келеді. Почти депозит неде слип болып кетеді. И көп адам осы қателік жасап депозиттерді сливать етеді. Ал біз қалай жұмыс жасаймыз? Мен былай жұмыс жасаймын, сіздерге көрсетейін. Мен осылай сигнал беретін болсам, сіздер сделканы бөліп ашасыздар. Ол қалай? 0,20 мен ашасыздар, бірақ 0,20-ны 10-ға бөлесіздер, яғни 0,02. Мысалы енді біреу ашасыз, ертең екеу, үшіншісі, төртіншісі, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот осылай сделка ашамыз. Енді қараңыздар, например, бізде баға до конца түсіп кететін болса, біздің минусымыз аз болады. Не үшін? Өйткені мына жерде көріп тұрғандарыңыздай баға құлап бара тұр, мысалы құлап келе жатыр, құлап келе жатқан кезде біз 0,02-ден ашамыз. Қазір мен сіздерге түсіндіремін толықтай. Міне қараңыз, 0,02-ден ашамыз. Енді біздің мынау бастап ашқан позициямыз мына жерге дейін каждый мысалға сделка бір сделка бізде 80 доллар есеп келеді. Екіншісі мысалға 70 доллар, үшіншісі 60, мысалға мына төртіншісі 50, мынау 30, мынау 20. Итоги қорытындысында көп минус әкелмейді. Яғни сіз 0,20 мен ашсаңыз 800 доллар минус бір қалып кетсе, ал біз бөліп ашатын болсақ, біздің минусымыз небәрі 300 доллар болады. Небәрі 250-300 доллар болады. Ал егер баға обратно қайтқан кезде, вот біздің плюсіміз ТВХ-ның өзінде үлкен плюста тұрамыз. Яғни сделканы бөліп ашу арқасында. Ол қалай? Мысалға 0,02-міз бізде неден ашылды, 4740-тан ашылды дейік. Ерден ашылды. Вот баға неге келді? ТВХ-мызға келді, біздің ТВХ-мызға. Ал 4740-тан 480-ге дейін 0,02 ол бізде пайда алып келеді. Уже 80 доллар түсіп келеді. Екінші сделкамыз 70 доллар, үшіншісі 60 доллар. Вот бізде ТВХ-ның өзінде шамамен 300 доллардың үстіне плюста тұрамыз. Яғни ойлаңыздар, көп адам үлкен лотты алады, кіреді, минусқа кіріп қадалады. И риск та большой болады. Ал біздің стратегияда риск аз, и риск аз болғаннан кейін ТВХ-ның өзінде біз прибыльда тұрамыз. Яғни мен солның арқасында 5.000-нан 10.000, 3.000-нан 18.000, 1000-нан 8.000 доллар көтеріп жатырмын. Яғни мен клиенттерімде бар 40 долларды 500-ге апарады, 1000 долларды 15.000-ға апарады деген сияқты, 1000 доллардан 35.000 доллар. Вот достар, біз осылай жұмыс жасаймыз. Енді ол жасаған кезде, мысалға мен осы сигнал беремін, мысалға бізде баға түсіп келе жатыр. Бірақ бізде 5-ақ пайыз ашылды да, 5-шісімен кетіп бара жатыр. Вот осымен қанағат етіп сделкамызды жабамыз. Достар, әрдайым сделканы қанағат етіп тұту керек. Ол жаңағыдай обязательно біз ашқан лимиттарын алу маңызды емес. Дәл осы жерде 5 сделка ашылса да, қорытындысына бір 300-400 доллар әкеліп берсе де, оның өзі өте керемет результат. Сол үшін каждый пайданы қанағат етіңіздер. Трейдингте білесіздер, нарық қатты құлаған кезде бірде шайып кетеді, жоқ қылып жібереді былайша айтқан кезде. Сол үшін біз сделканы осылай ашып жабамыз. Енді мен сделка ашу стратегиясын түсіндірдім, қалай ашамыз и сигнал берген кезде қалай кіреміз. Енді достар, бір стратегия түсіндіріп кетейін. Қазақстанда хит болып жатқан СНР стратегиясы. СНР қалай жұмыс жасайды? Достар, бізде мынау қазақстанский трейдерлар бар, оны өздеріңіз де білесіздер. Олар жаңағыдай бір нені қосып қояды, бір индикатор, Фибоначчи деп қойшы. Достар, жалпы ол нәрсеге көп қатты сене бермеңіздер. Яғни бір 1618 тартып, сәл-ақ жүріп, пайда жауып деген сияқты. Олай вообще керек емес. Бізге керек главный стратегия ол бізде чисто зона и как положено уровеньдармен жұмыс жасау. Ол жаңағыдай мысалға 1618 деген ол қалай жұмыс жасайды? 1618 мысалы зона, бір зонаны алады, былай тарт жер салады, болды. Тарт жер салса болды. Ал оның кіретін жері мына жер болса, 1618 тейк. Ал мынау стоп-лосс. Ойлаңыздар, расстояние 1/1. Сен 100 доллар жоғалтсаң 100 доллар табасың. Ал трейдингта адам баласы олай сделканы ұстап отпайды. Ол мысалы кіріп қойды ма, ол до конца отыра береді. Шортқа құлап бара жатыр, отыра береді, слип болады. Сол үшін трейдингта максимально рисковать етіп кеткен суммадан пайдамыз бізде көбірек болу керек. Яғни біз 100 доллар рисковать еттік па, біздің пайдамыз минимальный түрде есептейтін болса 200 доллардың үстінде болу. 200 доллар, 300 доллар, 400 доллар деген сияқты. Енді мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бұндай стратегиялармен вообще қолданбаймын. Сіздерге бір СНР стратегиясының бір фишкасын түсіндіріп берейін. Енді өздеріңізде қазір примерно шок боласыздар, бұл қалай деген сияқты. Достар, қараңыздар, бізде СНР стратегиясы қалай жұмыс жасайды? СНР яғни уровеньдар. Достар, бізде баға бір қалыпты деңгейде мысалы құлап келе жатыр, көріп тұрсыздар, құлап келе жатыр. Енді былай бір түсіндіріп жіберейін. Бізде баға импульс болады. Импульстің коррекциясы бар. Импульс, коррекция. Баға осы қозғалыстармен жүреді. И бізде план каждый уровеньдағы хай и лой
Вот бізде главный зоналар мысалы мына хай, мынау мысалы лой деген сияқты. Вот осылай зоналарды тызамыз. И бізде бұл жерде ең мықты фишка ол қалай? Мысалға бізде чисто 15 минуттық таймфрейм достар. 1 минут, 1 сағат, 5 минут керек емес, чисто 15 минуттық таймфреймде жұмыс жасайды. Енді бізде мысалға бір зона бар деп алайық, мына аймақта зона тұр иә. Егер осы 15 минутты денемен жаратын болса, оның келесі планы мына жер. Яғни 6123 деген сияқты. Егер баға ол зонаны жарамай дальше жарып кететін болса, келесі план 6200. Бізде яғни зонадан зонаға жұмыс жасаймыз. Енді бізде қарап тұрғандарыңыздай, мысалы қарама қарсы егер баға түсетін болса, егер баға не істейді, мына зонаны былай жарып кететін болса, егер осылай түсіп кету ресми моментте, вот уже бізде келесі план, келесі хай лой болады. Мысалы осы жер, осы зонаға үшін құлаймыз деген сияқты. Білесіздер, мен кеше өте үлкен позиция ұстадым. Ол позиция менде ашылды. Қазір көрсем сіздерге 5567 сделка ашылды менде, и 5551-ге мен стоп қойып жаттым. И бағаның құлағаны білесіздер 4700, 4600-ге шейін құлады. Өте үлкен сделка ұстадым. Оның фокусы қандай? Түсіндіріп кетейін, қараңыздар. Бізде сделка мына аймақта ашылды. Не үшін ашылды? Оны қазір түсіндіремін. Қараңыздар достар, бізде уровеньдер сататын болсақ, міне бізде уровень, иә, уровень, мынау лойдың уровені. Енді бізде мына графикті алмай тұрайық, бізде последний көріністерді алайық. Мысалы мына жақтағы, одан кейін уровень, бізде мына уровень тұр. Все. Енді қараңыздар, бізде баға екі уровеньда тұрды, мен сделка аштым, и мен күттім, чтобы қай уровеньді баға жарады деп. Баға не істеді? Бізде баға мына уровеньді жарып шықты. И менің планым қандай? Келесі план менде мына уровень. Егер баға осы уровеньді жаратын болса, келесі уровеньге кетеміз деп менде план болды. И одан кейін барып, баға бұл уровеньді жарды. Все, мен уже сенімді болдым. Енді менде келесі уровеньдар қай жер? Мен соны анықтауым керек, иә. Менің келесі уровеньдарым уже дальше астына түсіп кетті. Келесі уровеньдар менде көріп тұрғандарыңыздай, мына жақта хай бар. И менде осылай уровеньдар бәрі алдын ала сызылды. И баға мына жерде не үшін өсті? Өйткені бұл коррекция болу керек болды. Яғни баға обратно ретест жасау керек. Баға не істеді? Ретест жасады, түсті, ретест жасады. И қайттан осы уровеньді ол не істеді? Баға қайттан жарып шықты. Көріп тұрсыздар, иә? И мен чтобы күттім, мына зонаны қашан жарады, бірақ баға ұзақ жүрді. И моментте баға қайттан не істеді? Уровень жарды. Көріп тұрсыздар. И баға қайттан сол зонаға ретестке барып, ол не істеді? Қайттан келесі уровеньді жарды. И баға қазір қайттан келіп, мына уровень не істеді? Ретестке келіп, қайттан құлап бара жатыр. Енді достар, стратегия қалай жұмыс жасайды? Енді біз алдағы уақытта анализ жасайық. Бізде қазір мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бізде последний уровень бар, ол бізде мына уровень, денесімен жарып шыққан жері. Енді біз қандай план күтеміз? Бізде план қандай? Мынау зоналар жұмыс жасамайды, уже өз жұмысын атқарды. Бізде екі уровень бар. Біріншісі мына кішігірім хай, и бізде мынау лой. Все. Достар, біз сделкаға ТВХ-ны қалай береміз? Егер баға қазір мына ретестке қайттан бойына келіп баға былай жаратын болса, вот бізде мынау 4971 уже бізде не болады? Бай зона. Яғни баға шамалы өскен күтеміз, ретест, и все, біз байға қарай кетеміз. Уже бай бізде ұзақ уақытқа. Өйткені баға бізде әжептәуір құлады. Егер баға бізде реакциясы нашар болып, келіп мына зона жаратын болса, уже бізде ретест, и дальше құлаймыз. Біз қай жерге құлаймыз? Уже біз ұзақ уақытты 4 сағатқа қарайтын болсақ, бізде ең астында минимальный геп зонасы бар. Ол геп бізде уже көріп тұрғандарыңыздай 4559, яғни 4600 зонаға шейін баға қатты құлайды алдағы уақытта. Достар, бұл құлаудың бәрі Америкадағы Трамптың саясатына байланысты. Өйткені Америкада қазір последний раз доллардың бағасын қатты өсірді, и алтын бізде қатты құлады. Америка Венесуэланың президентін әкетіп қалды. Ол не үшін әкетті? Өйткені ол мемлекетте мұнай қатты өндіріледі. Енді Американың қолына өткен доллардың бағасы өте қатты өсірді, и алтын құлады. Енді қараңыздар, көп адам білмейтін шығар, бізде DXY деген бар. Ол бізде доллар. Доллар дегеніміз, яғни бізде бұл, яғни кәдімгі Америкада доллардың бағасын өсіп түсіп жатқанын көрсететін биржа. Қараңыздар, бізде алдында анализ болған тоже мына жерде, баға өседі, потом құлайды дедік. Баға ойдағыдай құлап берді. Енді қазір Америкада
последний жаңалықтарға байланысты баға несі қатты өсіп бастады. Алтын әдеттегідей құлады. Ал алдағы уақытта алтын бізде өсті ғой. Ол доллардың қатты құлауына себеп болды. Достар, жалпы стратегия өте жеңіл. Бұл әшейін бастамасы біздің сабақтарда алда. Бірақ мен сіздерге айтатын нәрсем, бізде каналда осы 2 күннің ішінде 2000 адамға шейін жеткізетін болсақ, мен стратегияны күнделікті саламын. Енді план күнделікті 100-200 мың адамға шейін толықтыру. Достар, минуста жүрген трейдерлардың бәрін осы жерге қосайық, осы жерде дамиық. Көріп тұрғандарыңыздай, мен сіздердің ақшаларыңызға либо курстың ақшасына қатты мұқтаж емеспін. Өйткені мен өзім стратегиям 5 мыңнан 15 мың, мыңнан 8 мың, 5 мыңнан 20 мың доллар пайда әкеліп тұр. Сол үшін каналды таратып, максимальды түрде адамдарға пайдамызды тигізейік. Сол үшін сіздерден қолдау күтемін.